Қазақстандағы қорғаныс министрінің қалпақтай ұшуы Қазақстаннан гөрі Ресейде көбірек талқыланып жатыр. Неге? Мысалы, білім министрлігі, еңбек министрлігі ауысып жатса, Ресейде көп талқылана қоймайды. Ал мына қорғаныс министрінің орнынан кетуі Ресейде үлкен талқыланып жатыр. Өйткені қорғаныс министрлігінде үлкен өзгеріс болды. Ол қандай өзгеріс еді? Қазіргі кезде Қазақстан ОДКБ-ға мүше мемлекеттердің бірі. Иманғали Тасмағамбетов ОДКБ-ны басқарып отырған басшы ретінде де белгілі. Оны өздеріңіз де жақсы білесіздер. Енді қараңыздар. Осы жақын маңайда қазақ билігі Ұлыбританиямен әскери ынтымақтастыққа келісімге келген көрінеді. Бұл мәселе бірден Кремльдің ашуына тиіп кетті. Ал Жақсылықов орнынан кетті, қорғаныс министрі. Қазіргі кезде саясаттанушылар, қоғам белсенділерінің ойлары түрлі болып жатыр. Неге кетті, неге алып тастады, кімге ұнамай қалды? Жақсылықовтың жақсылығы болды ғой әскерге деген сияқты, неше түрлі кемшіліктер де болды. Бірақ не себепті ресейліктер дүрлігіп кетті, біздің қорғаныс министрі ауысып еді? Сөйтсек, саясаттанушылардың, мысалы Досым Сәтбаев ағамыздың айтуына қарағанда, жаңадан тағайындалған министр, қорғаныс министріміз біздің, Ресейде білім алған көрінеді, биографиясын қарайтын болсаңыздар. Ал Жақсылықов, оның үлкен қателігі саяси мәселелерге мән бермеуі көрінеді. Айтуына қарағанда, бұл Марат Шибұтов дейтін саясаттанушының пікірін оқып шықтым. Сөйтсем, ол кісінің айтуына қарағанда, мына Жақсылықов қазіргі кезде Ресей-Украина соғысы кезінде Ресейдің басты жауларының біріне айналып отырған Ұлыбритания мен қазақ билігінің арасында әскери ынтымақтастықтың орнауы мына Жақсылықовтың орнынан кетуіне себеп болған көрінеді. Осылайша әскери қызметші емес, саяси мәселелерді білмегеннен кейін Жақсылықов орнынан кетті дейді. Бұл Марат Шибұтовтың пікірі. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаев ағамыздың айтуына қарағанда, жаңа тағайындалған министрдің биографиясына қарайтын болсаңыздар, бұл адам Ресейде білім алған. Ал енді қараңыздар, ресейліктердің дүрлігуінде-ақ бар, себебі қазақ билігінің ОДКБ-ның мүше мемлекеті екендігі белгілі. Ресей-Украина соғысы қызып жатқан тұстары Ресейдің басты жауларының бірімен әскери ынтымақтастық орнату бұл үлкен саяси қателік болды дейді. Кремльдің ойын астарлап емес, айқайлап тұрып жеткізетін мына Тина Канделаки дейтін тележүргізуші бар. Сол адам осыған дейін Қазақстанға байланысты аузына келгенін айтып, енді Қазақстанға кіруге тыйым салынған болатын бұл адамға. Сол адамның не айтқан қараңыздар. Еске салайын, Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының, яғни ОДКБ-ның мүшесі. Дәл осы әскери блок 2021 жылдың қаңтарында президент Тоқаев пен оның айналасын әскери төңкерістен құтқарып қалды. Венгрия немесе Словакия Еуроодақтың сыртқы саясатымен келіспей тұрса да, Ресеймен әскери келісімге отыра қоймас еді. Ал Ресейге дос көрінгісі келетін Қазақстан Британиямен ашық ынтымақтасып жатыр. Осылай бастағандардың соңы жақсылықпен аяқталмаған. Бірақ Қазақстанда тарих оқытылмайтын сияқты, бәлкім тек ойдан шығарылатын шығар. Міне көріп отырсыздар. Тина Канделакидің айтып отырған мәселесі, бұл қазақтар не себепті Ресейде айналып өтіп, Ұлыбританиямен, яғни Европаның бетке ұстар мемлекетімен, қазіргі кезде Ресей-Украина соғысы кезіндегі Ресейдің нөмірі бірінші жауының біріне айналып отырған, яғни Украинаға көмек беріп отырған Ұлыбританиямен әскери ынтымақтастық орнатады. Не себепті біздің жақсылығымызды ұмытып кетеді деп отыр. Өйткені мына жерде айтып отыр, біз Тоқаевтың дейді, мына қаңтар оқиғасы кезіндегі билігін сақтап қалдық деп отыр. Және байқасаңыздар, сөзінің арасына тағы нені байқадыңыздар? Бұл Тина Канделаки айтып отыр. Бұлай бастағандардың соңы жақсылықпен аяқталмаған дейді. Бұл сонда Зеленскийді нұсқап отырғаны ма? Ресейге теріс бұрылып еді, жағдай осындай. Грузия, мысалы, Саакашвили деген сияқты. Батысқа бет бұрғандардың тағдыры осылай аяқталып жатыр дегенге меңзеп тұрғаны ма сонда? Өйткені ашық түрде айтып тұр ғой. Осылай бастағандардың соңы жақсылықпен аяқталмаған деп отыр. Ал енді бұл жерде екі саясаттанушының да пікірін айтып өттім сіздерге. Біріншісі, Досым Сәтбаев ағамыздың айтуына қарағанда, жаңадан тағайындалған министрдің оқыған жері бұл Ресей, Ресейде білім алған адам деп отыр. Ал Марат Шибұтов саясаттанушының айтуына қарағанда, мына Жақсылықовтың орнынан кеткен министр бар ғой, қорғаныс министр, соның орнынан кетуінің басты себептерінің бірі сол Ұлыбританиямен әскери ынтымақтастық орнату.
сол оның үлкен қателігі болды деп отыр. Өйткені қазіргі кезде Ресей шындап келген кезде оның араласатын мемлекетте саусақпен санарлық десек болады. Себебі әлем мемлекеттерінің қаншамасы Ресейге теріс бұрылды, қаншамасы санкцияның астына алды. Тіпті бейтарап мемлекеттердің кейбірі Ресейді ашық айыптай бастады. Ал енді келіп қазақ билігінің ОДКБ-ның мүшесі бола тұра Ұлыбританиямен әскери ынтымақтастық орнатуы Кремльді күндіз күлкі түнде ұйқыдан айырды. Не себепті олар мұндай әрекетке барды деді. Осылайша Жақсылықов орнынан қалпақтай ұшты. Сонда жаңа министрінің тағайындалуы осыған тікелей байланысты болғаны ма? Мен сіздерге екі түрлі саясаттанушының пікірін келтірдім. Қалай ойлайсыздар сіздер? Мына Ресей-Украина соғысының салқыны біздің министрлікке де жеткені ма сонда? Өйткені бізде айтып отырмын ғой, білім министрлігі, еңбек министрлігі болсын, мәдениет министрлері ауысып жатады. Қатты бір Ресейде талқыланбайды бұл мәселелер. Ал бізде қорғаныс министрлігі, мемлекеттің ең басты қажетті министрліктерінің бірі басшысы орнынан кетіп еді, ол Ресейде қалай талқыланып жатыр. Осыны түсіне беруге болады Қазақстанның қаншалықты Ресей үшін маңызды екенін.